Егер сіздің жүрегіңіз ауырса, өзіңізге осы 5 сұрақты қойыңыз. Бірінші, ауру қандай сипатта ауырып жатыр? Шаншып ауырып жатыр ма? Пышақ сұққандай ауырып жатыр ма? Қысып ауырып жатыр ма? Екінші, қанша уақыт болды ауырып жатқанына? 5 минутқа дейін ауырды ма? Жоқ, 5 минуттан көп болды ма? Ауру сезімі қай жаққа беріліп жатыр? Үшінші, ауру сезімі сол жақ жауырынға беріліп жатыр ма, жағасына беріліп жатыр ма, сол қолға беріліп жатыр ма? Төртінші, ауру сезімі қалай жүріп жатыр? Ақырындап басталып, бірден тоқтап қалды ма? Бесінші, егерде нитроглицерин тіл астына немесе таблетка түрінде қабылдасаңыз, ауру сезімі қойды ма, жоқ қоймады ма? Осы 5 сұраққа міндетті түрде жауап беріңіз. Егерде сіздегі жүрек ауруының сипаты 5 минуттан көп ауырып, шаншып, қысып ауырып, сол жақ жауырынға беріліп, және де ауырған кезде қандай да бір қорқыныш сезімі, өліп қалам ба деген сияқты қорқыныш сезімі бар болса, және нитроглицерин қабылдаған кезде ауру сезімі басылмаса, міндетті түрде жедел жәрдем шақырыңыз. Сізде миокард инфаркті болуы мүмкін. Ал егерде сіздің жүрегіңіз ауру сезімі 5 минутқа дейін ауырып және нитроглицерин қабылданғаннан кейін басылып қалатын болса, онда кардиологқа барып кеңес алыңыз. Егер сізде тұқым қуалаушылық факторлары болса, яғни ата-анаңызда немесе ата-бабаларыңыздың біреуінде жүрек ауруы бар болатын болса, және де артериялық қан қысымы бар болатын болса, онда сізге жүрек ауруын алдын алу қажет. Ол үшін шылым шегуден бас тартыңыз. Және де артериялық қан қысымыңызды бақылауда ұстаңыз. Яғни тұзды тағамдарды қабылдауды азайту керек. Және физикалық белсенділікте болу керек. Ең соңғы, яғни диета. Диета майлы тағамдардан бас тарту керек. Көбінесе жеміс-жидектер, көкөністер, майлыға аз сүтті өнімдер, балық жиі қабылдау керек. Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда. Сіздермен болған түсінікті медицина каналы. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.